2016 жылдың 22 қазан күні Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі жыл сайынғы туған елге тағзым зерттеу өлкетану экспедициясының қатысушыларын өз өлкесінде қарсы алды. Астана және Шымкент қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінен 26 оқушы тарихы терең, жұрты дана, табиғаты көрікті Қостанай Қазақстан Республикасының 25 жылдығына арналған туған елге тағзым экспедициясына қатысты. Экспедиция кезінде апта бойы оқушылармен бірге өзін-өзі басқару ұйымының волонтерлері, сондай-ақ кураторлар, мектеп тәрбиешілері жүреді. Алғашқы күні экспедиция қатысушыларын Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі мекемесінде салтанатты түрде қарсы алды. Мұнда дәстүр бойынша делегаттар үшін мектеп басқармасының дәстүрлі амандасуымен экспедициясының ашылуы орындалды. Қостанай жеріне, Қостанай еліне, Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне қош келдіңіздер. Бірінші күні экспедиция қатысушылары былтыр өз 100 жылдығына атап өткен облыстық тарихи өлкетану мұражайына аттанды. Мұражай бірден-бір тарихи ғимаратта орналасқан. Қонақтардың экскурсиялық маршрутында ұмытылмас және тарихи орындар ретінде Тобыл өзенінің жағалауы, Жеңіс паркі, тың игерушілер алаңы саналды. Кешке мектеп оқушыларының өзін-өзі басқару ұйымы қонақтар үшін бағдарлама ұйымдастырды. Экспедиция 22-29 қазан аралығында өтті. Зерттеу өлкетану экспедициясының қатысушылары Қостанай облысының тарихи және географиялық ерекшеліктерін зерттеген болатын. Басты мақсат географиялық, тарихи, мәдени, біздің аймағымыздың өмір сүру ерекшеліктерін зерттеу арқылы оқушылардың патриоттық сезімдерін қалыптастыру, белсенді саяхаттауды ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру, салауатты өмір салтын қалыптастыру және оқушылардың алған теориялық білімдерін тәжірибеде бекіту болып табылады. 23 қазан жексенбілік күнде делегаттар үшін экскурсия педагог, новатор, ағартушы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің 175 жылдығына арналды. Экскурсовтары қатысушылардың барлығын бағдарлама және маршрут пункттермен таныстырды. Экскурсия ұйымдастырушыларының жетекшілігімен мектеп оқушылары Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына, Ыбырай Алтынсариннің облыстық мемориалды мұражайына, Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған облыстық кітапхана мен Тобыл өзенінің сол жақ жағалауындағы Ыбырай Алтынсарин кесенесіне барды. Оқушылар экскурсияны тыңдады. Ыбырай Алтынсариннің отан алдындағы еңбегі мен ұрпаққа қалдырған өшпес мұрасы жөнінде білді. Кешкі рефлексияда жатақхана тәрбиешілері балаларға арнап Ыбырай Алтынсариннің жақын ұрпағы Әлібек Жүсіпұлымен кездесуді ұйымдастырды. Барлық нәрсені болмаса да, біраз нәрсені талқылап үлгерді. Кездесуде әдеби шығармашылығымен жақын аралық танысты. Ағартушының өмірлік жолы жөнінде түсірілген деректі фильмді тамашалады. Дүйсенбі күні балалар Рудный қаласында қонақтады. Іс-шаралар аясында балалар үшін Соколов Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігінде болу мүмкіндігі туды. Қатысу барысында экспедиция делегаттары кәсіпорынның негізгі қызметімен танысты. Қауіпсіздік техникасы ережесімен таныстырылып, кәсіпорын туралы ақпарат берілді. Келесі танысу орны болып Рудный индустриалдық институт мен Рудный тарихи өлкетану мұражайы белгіленді. Сейсенбі күні туған елге тағзым зерттеу өлкетанулық экспедицияның есте қаларлық оқиғасы алтын өндіретін Варваринская кәсіпорнына бару болды. Балалар экскурсия бағдарламасынан Варваринск кен орны аумағындағы бастапқы барлау тарихын білді. Кәсіпорын мамандары алтын мыс, алтын қорытпасы, Варваринская ақы үшін дайын өнім болып саналатынын айтты. Үйге қайтар жолда делегаттар Қостанай облысы ішкі істер департаментінің мұражайына барды. Онда балалар ішкі істер органдарының әртүрлі кезеңдерде қалыптасу мен даму тарихы жөнінде әңгімелесті. Сондай-ақ жас қонақтарға қызметкерлердің киім-кешектері мен қару-жарақ экспонаттары көрсетті. Бүгінде бірегей құжаттар жәдігерлер негізінде жасалған мұражай қоры үлкен тарихи құндылық болып табылады. Экспедиция делегаттары түрлі кәсіпорындар мен өндірістік орындарда болды. Қостанай облысының тарихи және географиялық ерекшеліктерімен танысты. Экспедиция қатысушылары аса құрметті қонақ атанды. Содан соң Толстой атындағы облыстық кітапханада ұйымдастырылған филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының жазушылар одағының мүшесі ақын Серікбай Оспановмен кездесуге барды. Жерлесіміз Серікбай Оспанов қазақстандық жұлдыздар эстрадада шырқап жүрген 200 әннің авторы, қолданбалы өнер шебері, ол ағаштан түрлі бұйымдарды, домбыра, ас үй құрал жабдықтарын, кәдесыйлар, сандықша және тағы да басқаларын жасайды. Қонақ әңгімесінен тұңғыш ағартушы Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығы жөнінде қызықты және жаңашыл нәрселер білді. Осы күні Қостанай диірмен комбинатында да барды.
Балалар таңдаулы бидай дәнінен жоғары сұрыптағы, жаңа заманауи қаптамадағы өлшеп салынатын корона макаронының өндірілу кезеңдерін өз көздерімен көрді. Оқушылар қазақ тұлпары көне жылқы зауыты тарихын білді. Атқора, ипподром, демонстрациялық алаң, дәстүрлі ойындар барлық балаларды қызықтырды. Тіпті ат үстіне мінемін деушілер батылдар табылды. Келесі күні туған елге тағзым өлкетанулық экспедиция делегаттары Амангелді, Жангелді мен Наурыздың аудандарына жол жүрді. Амангелді Иманов ескерткіші мен Амангелді Иманов атындағы Амангелді мемориалды мұражайында болды. Жолшыбай Құмкешеуде тоқтады. Арқалық Торғай тас жолы бойында кездесетін 3-5 км радиусы орналасқан Құмкешудің құмдары шын мәнінде табиғат кереметі саналды. Жангелді ауданында Торғайдағы мұражайлар кешеніне аралады. Қайтар жолда облысымыздың оңтүстігінде орналасқан, аумағы жағынан Батыс Европаның кейбір дамыған елдерінен асатын Наурыздың қорығын аралады. Наурыздың мемлекеттік табиғи қорығы өсімдік пен жануар түрлеріне бай. Солтүстік Қазақстандағы табиғаты ғажайып жер. Наурыздың қорығының өсімдік әлемі біздің экспедициямыздың жас делегаттарының назарын аудартты. Сенбі делегаттардың үйге оралуға дайындық күні. Естен кетпес бұл жеті күн дөңгелек үстелмен аяқталды. Қонақтар дөңгелек үстелде бір апта алған білімдерін ортаға салды. Тренингтер өткізілді. Мәдени сауық бағдарламасы ұйымдастырылды. Экспедиция қатысушылары қызық пен жаңалыққа толы күндерден алған әсерлерімен бөлісті. Бүгін міне біз Қостанай өңіріндеміз. Осы өңірге келген басты мақсатымыз ол туған елге тағзым атты экспедиция өлкетану экспедициясы болып табылады. Жалпы бізге экспедиция өте қатты ұнады. Себебі біз осы экспедиция арқылы туған жерімізді көбірек танып, Қостанай өңірі жайлы білімімізді тереңдете түстік. Ол болашақта біздің жалпы оқуымызға өте керекті болып келеді деп ойлаймын. Туған елге тағзым 2016 жобасы бойынша біз киелі Қостанай өңіріне аттанған болатымыз. Бұл өлкеге келген сәттен бастап қостанайлық оқушылар бізді құшақ жайып қарсы алды. Жалпы жоба соңында түсінгенім, Қостанай өлкесі тек қазба байлығымен ғана емес, сонымен қатар ұлы тұлғалармен бай өлке екен. Қостанай өлкесі нағыз қазақи қаймағы бұзылмаған, қазақтың салт дәстүрлері сақталып келе жатқан өлке болып табылады. Астана мен Шымкент қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектеп оқушыларына арналған Қостанай облысындағы туған елге тағзым зерттеу өлкетанулық экспедициясы да өз мәресіне жетті.